Баршаңызға сәлем. Бүгін карамельный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай жасалынады, әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен қайталап жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, ауызда еритін өте дәмді пирог. Олай болса, жасалу жолына көшейік. Ең алдымен бізге қант керек болады. Қантты өлшеп саламыз. Барлық рецепті мен астында описаниеге қалдыратын боламын. Және де сармай бұл жерде өте маңыздылығы, майлылығы 82% болу керек. Осылай араластырып аламыз. Барлығын дәл видеода көрсетілгенде жасаңыздар. Разрыхлителдің үстіне ұнды салып, жақсылап араластырып алдым. Ұнды екі этаппен бөліп саламыз. Бірінші этапта жақсылап араластырып аламыз, кейін тағы да үстінен қосамыз. Өстіп, осындай песочный тесто шығаратын боламыз. Маған бұл жерде кішкене май жетіспей қалды, сосын қайтадан шамалы май қосып жібердім, бір қасықтай. Міне осындай эластичный сізде тесто шығу қажет. Бұл тестоны алып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоясыз. Кейін начинкасына көштік. Начинкасына қаймақ қажет болады. Одан кейін карамельный деп отырғанымыз бұл жерде вареная сгущенка. Өте маңызды рөл атқарады. Качественный таңдаңыздар обязательно. Осылай барлығын блендермен езіп аламыз. Егер блендер болмаса, жақсылап өзіңіздің миксермен езіп алсаңыз болады. Одан кейін осылай формочкамызға орналастырамыз, бортиктерін жасаймыз, кейін салмамызды үстіне құямыз. Қызып тұрған 170 градус пеште осылай пирогымызды 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз.